Сәлеметсіздер ме? Менің атым Серғазы Нұрали Нұрғазыұлы. Жасым 9-да. Мен Молодежный кентінің нөмірі 23-ші орта мектебінің 4-ші сыныбында оқимын. Менің атымды атам қойған. Атам Машрапов Серғазы Қариполлаұлы. Өзінің 30 жылдан астам өмірін өрт сөндіру қызметіне арнап келеді. Жалпы өрт деген не? Атам қазақ өртті тілсіз жау деп бекер айтпаған. Өрт қайтып келмейді. Көбінесе өрт адамдардың ұқыпсыздығынан, қауіпсіздік ережелерін сақтамағаннан шығып жатады. Жалпы әрбір адамға өрт қауіпсіздігін балабақшадан бастап айтып үйретеді. Адамдар оған мән бермейтіні өкінішті. Мұның соңы кейде қайғылы оқиғаға әкеліп соғады. Өрт сөндірушінің қызметі шыққан өртті сөндіріп қана қоймай, адамдардың өмірін сақтап қалу. Қажет болса, медициналық көмек көрсету. Менің атам да өзінің еңбек жолында қаншама адамдарды, олардың дүние мүлкін өрттен құтқарған болатын. Жаз мезгілінде далада шөп жанғанда өшкен. Тілсіз жаумен айқаста өз өмірін қауіпке тіген. Сондықтан да еңбек жолында әртүрлі медальдармен марапатталған болады. Әрбір өрт сөндіруші ол қаһарман. Мен де өз атамды қаһарман, бүгінгі күннің батыры деп айта аламын. Мен өз атамды мақтан тұтамын. Болашақта атамның жолын қуамын деп айта аламын.